Сәлеметсіңдер ме 9 сынып оқушылары? Қорытынды аттестаттау материалдары бойынша алгебра пәнінен имтихан есептерін талдаймыз. В бөлімі 11 есеп. Координаталық жазықтыққа радиустары 6 см және 8 см болатын центрлері ортақ екі шеңбер салынған. Үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған нүктенің екі шеңбердің қиылысуынан пайда болған сақинаға тиісті болуының ықтималдылығын табыңыз. Координаталық жазықтықты салып аламыз. X, Y осьтерін белгілейміз. Енді центрлері ортақ болатын ең бірінші радиусы 6 см-ге тең шеңберді саламыз. Яғни шеңбердің центрінен шеңбердің кез келген нүктесіне дейінгі ара қашықтықты біз радиус деп атағанбыз. Яғни осы аралық бізде R1, яғни 6 см. Енді радиусы 8 см болатын, яғни центрі ортақ. Олай болса, радиусы 8 см-ге тең. Осы жобада нүктені белгілейміз де шеңберді саламыз. Шеңбердің центрінен шеңбердің кез келген нүктесіне дейінгі ара қашықтық бізде радиус деп айттық, яғни бұл бізде екінші R2 деген радиус болады, яғни ол 8 см-ге тең. Енді берілгенін жазайық. R1 тең 6 см, R2 тең 8 см. Енді осы екі шеңбердің ауданын табу формуласын жазып алайық. Бізде табу керекке ықтималдылығын табамыз. Шешуі. Жаңағы айтқан шеңбердің ауданының формуласы. S тең π r квадрат. Енді осы формуланы жеке-жеке радиустар үшін жазайық. Бірінші S1 тең π r1 квадрат тең π көбейтілген r1-дің орнына 6-ны қоямыз, квадраты, яғни 36 π. Екінші шеңбердің ауданын табамыз. π r2 квадрат тең π көбейтілген r-дің орнына 8-ді қоямыз, радиус 64 π. Енді біз радиусы 6 см және 8 см болған екі шеңбердің қиылысуынан пайда болған суретте сақинаны көреміз. Яғни бұл жердегі біздің сақинамыз мынау аралық бізге сақинаны береді. Ішін бояп қойық. Енді осы сақинаның ауданын табу үшін біз үшінші қадамымызда сақинаның ауданын табамыз. Ол үшін біз S2 ауданынан S1 ауданды азайтамыз. 64 π-ден 36 π-ді азайтамыз. 28 π шығады. Яғни бұл сақинаның ауданы. Енді төртінші қадамымызда біз ықтималдылықты анықтаймыз. Ол ықтималдылық осы S сақинаның ауданының S үлкен шеңбердің ауданына қатынасы. Яғни 28 π-дің 64 π-ге қатынасы. Олай болу себебі есептің шартында
үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған деп айтылған. Үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған нүктенің сақинаға тиісті болуының ықтималдығын анықтау дейді. Сондықтан біз үлкен дөңгелектің ауданына қатынасын аламыз. Пи мен пи қысқарады. 28 бен 64 4 санына қысқарады. 7-ден тет, 16-дан тет. 16-дан 7. Жауабы: үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған нүктенің екі шеңбердің қиылысуынан пайда болған сақинаға тиісті болуының ықтималдылығы 16-дан 7. 12-ші есеп: геометриялық прогрессияның в бірінші мүшесі 8-ге, екінші мүшесі 4-ге тең болса, в төртінші мүшесі мен алғашқы 4 мүшесінің қосындысын табыңыз. Шешуі: ең алдымен біз еселігін анықтап аламыз. Еселігі в екінші мүшені в бірінші мүшеге бөлеміз. Орындарына кеп қоямыз. 4-тің 8-ге қатынасы. Екеуін қысқартамыз. 1-ден 2-ден 2-ден 1, 1-де 2 бөлсек 0,5. Еселік 0,5-ге тең болды. В төртінші мүшесін табу үшін в n-ші мүшесінің негізгі формуласын жазып аламыз. В1 көбейтілген qn-1. Енді төртінші мүше үшін жазатын болсақ, v4 тең v1 көбейтілген q4 азайту 1. n-нің орнына 4-ті қоямыз. v1 көбейтілген q-дің 3 дәрежесі. v4-ті табу үшін v1-дің орнына 8 қоямыз, q-дің орнына 0,5 қоямыз және осының кубын аламыз. 8 көбейтілген 0,125, 8-ге көбейтетін болсақ 1-ге тең. В төртінші мүшесінің мәні 1-ге тең болды. Енді алғашқы 4 мүшесінің қосындысын табу үшін алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын жазып аламыз. v1 көбейтілген q n дәреже минус 1 жақша жабылған жақша бөлшектің бөлімінде q азайтылған 1. Енді S4 үшін жазайық осыны. v1 көбейтілген q дәрежеміз 4 болады, минус 1 бөлшектің бөлімінде q азайтылған 1. Енді орындарына қояйық. S4 алғаш 4 мүшесінің қосындысы. v1-дің орнына 8 көбейтілген q-дің орнына 0,5-дің 4 дәрежесі азайту 1 жақша жабылған бөлшектің бөлімінде 0,5 азайтылу 1 тең бөлшек 8 көбейтілген 0,5-дің 4 дәрежесі 0,10,625 азайтамыз 1. 0,5-тен 1-ді азайтатын болсақ, минус 0,5 тең 8 көбейтілген жақша ішін орындаған кезде минус 0,10,9375 бөлшектің бөлімінде минус 0,5. Бөлшектің алымын көбейткен кезде минус 7,5. Бөлшектің бөлімінде минус 0,5. 2 теріс сан бөлінген кезде 10 санға айналады және де жауабы 15 шығады. Есептің жауабы в төртінші мүшесінің мәні 1-ге тең. Алғашқы 4 мүшесінің қосындысының мәні 15-ге тең. 13-ші есеп.
Минус 2х квадрат минус 12х плюс 14 тең 0. Теңдеудің түбірлерін табыңыз. Шешуі. Бізде квадрат теңдеу берілген. Коэффициенттерін жазып алайық. А тең минус 2, В тең минус 12, С тең 14. Дискриминанттың формуласы Д тең В квадрат минус 4А С. Орнына әкеп қояйық. В-ның мәні бізде минус 12 квадрат минус 4, А-ның мәні минус 2, С-ның мәні 14. Минус 12 квадрат 144, 4 минус 2 минус 8, 14-ке көбейтсек 112, формуладағы минуспен 2 плюс болып кетеді 112, 256. Дискриминантты мән 256-ға тең болды. Олай болса ол 0-ден үлкен сан. 2 түбірі бар деген сөз. x1, x2, формулалар минус v плюс минус түбір асты d бөлінген 2a. x бірінші және екінші мүшесі тең түбірлері. Минус v-ның орнына минус 12 плюс 12 болады бізде, плюс минус түбір асты 256 бөлінген 2 көбейтілген минус 2. 12 плюс минус түбір асты 256-тан 16 шығады. 2 минус 2 көбейткенде минус 4 болады. x1-ді табамыз. 12 бірінші түбірі плюс 16 минус 4. 28 минус 4 тең минус 7. X екінші түбірі 12 минус 16 минус 4. Алымында минус 4, бөлімінде минус 4. Екі теріс санды бөлген кезде оң сан шығады және 1 болады. Есептің жауабы минус 7 де 1. 14-ші есеп. А-ның 3 дәрежесі жақша сыртында 4 дәреже көбейтілген А-ның 5 дәрежесі бөлінген А-ның 5 дәрежесі көбейтілген А-ның 8 дәрежесі жақша сыртында минус 4. Өрнегін ықшамдаңыз. Дәреженің қасиеттеріне арналған формулаларды жазып қойық. Бірінші, А-ның 5 дәрежесі жақша сыртында М дәреже. Яғни бұл жағдайда жақшаның ішіндегі дәреже мен жақша сырттағы дәреже көбейтіледі. Екінші формуламыз А-ның N дәрежесі көбейтілген А-ның М дәрежесі. Яғни негіздері бірдей, дәрежелері көбейту кезінде қосылады. N қосу M. Және үшінші формуламыз А-ның N дәрежесін бөлеміз А-ның М дәрежесіне. Бұл жағдайда А-ның N дәрежесінен азайтамыз М дәрежені, яғни бөлу кезде дәрежелер азайтылады. Осы формулаларды енді біз өрнекті шығару барысында қолданып көрейік. А-ның 3 дәрежесі жақша сыртында 4 дәреже көбейтілген А-ның 5 дәрежесі бөлінген А-ның 5 дәрежесі көбейтілген А-ның 8 дәрежесі жақша сыртында минус 4 тең. Бөлшектің алымында А-ның 3 дәрежесі мен 4 дәреже көбейтіліп 12 дәрежені береді. Яғни бірінші формуланы қолдандық. Көбейтеміз А-ның 5 дәрежесін жазып қоямыз. Енді бөлшектің бөлімінде екінші формуланы қолданамыз. Негіздері бірдей А дәрежелер көбейту кезінде қосылады. 5-ке 8-ді қосамыз 13 дәреже. Және жақша сыртындағы минус 4 дәрежені жазып қоямыз. Енді бөлшектің алымында негіздері бірдей, дәрежелер қосылады. А-ның 17 дәрежесі. Ал бөлшектің бөлімінде бірінші формуладағы жақшаның ішіндегі дәреже мен сыртындағы дәреже көбейтіледі. Минус 52. Енді үшінші формуланы қолданамыз. А 17 дәрежеден азайтамыз бөлу кезінде бөлшектің бөлімдегі дәрежені 52 тең
негіздері бірдей болғандықтан аның өзін жазып қоямыз. 17 жақша сыртындағы минус пен ішіндегі минус плюс болады 52. Аның 69 дәрежесі. Есептің жауабы аның 69 дәрежесі. 15-ші есеп. Синус альфа тең 0,6 екені белгілі болса, онда синус 2 альфа, альфа тиісті 0 және 90 градус аралығындағы өрнегінің мәнін табыңыз. Шешуі. Тригонометрияның негізгі тепе-теңдігінің формуласы синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1. Бұл бізде бірінші формула. Енді синус 2 альфаны табуымыз керек, өрнегі мәнін табуымыз керек. Ол үшін синус 2 альфамыз тең 2 синус альфа көбейту косинус альфа деген формулаға тең. Бұл екінші формуламыз. Енді бірінші формуладан біз косинус квадрат альфаны табамыз. 1 азайтылған синус квадрат альфа теңдіктің оң жағына теріс таңбамен өтеді. Енді мына квадраттан құтылу үшін теңдіктің екінші жағын квадрат түбірге аламыз. Косинус альфа тең квадрат түбірде 1 азайтылған синус квадрат альфа. Енді 1 азайтылған синус альфаның мәні бізде 0,6 квадрат болғандықтан жақшаға алып квадраттаймыз. 1 азайтылған 0,6-ның квадраты 0,36. 1-ден 0,36-ны азайтқан кезімізде 0,64 түбірдің астында. Түбірден бізде 0,8 шығады. Енді екінші формула бойынша синус 2 альфаны табамыз. Синус 2 альфа тең 2 көбейтілген синус альфаның мәні 0,6 берілгенде, ал косинус альфаның мәні 0,8. 2-ні 0,6 көбейткенде 1,2, 1,2-ні 0,8-ге көбейткен кезімізде 0,196. Есептің жауабы 0,196. 16-шы есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті ықшамдап алайық. А квадрат қосылған Б квадрат бөлінген А қосылған Б. Бұл жерде біз ортақ бөлім береміз. Себебі В-ның бөлімінде 1 бар. Ортақ бөліміміз А болады. А-ны А-ға бөлсек, толықтауыш көбейткіш 1, А-ны 1-ге бөлсек А. 1-ді бөлшектің алымына көбейтсек өзі шығады. А квадрат қосылған Б квадрат. Және екінші бөлшектің алымында А көбейту В. Екінші қадамымыз бойынша екінші жақшаның ішіндегі өрнекті ықшамдаймыз. 1 бөлінген А квадрат қосылған 1 бөлінген В квадрат. Ортақ бөліміміз бізде А квадрат көбейтілген В квадрат. Яғни осы А квадрат Б квадрат бірінші бөлшектің бөліміндегі А квадратқа бөлетін болсақ, бұл жерде В квадрат қалады. Ал екінші бөлшекке бөлген кезде А квадрат қалады. Бөлшектің алымдағы В квадратты 1-ге көбейтеміз В квадрат. Екінші бөлшектегі А квадратты 1-ге көбейтсек А квадрат болады. Енді келесі үшінші қадамымызда А куб азайтылған В куб бөлшектің бөлімінде А квадрат қосылған В квадрат тең. А куб азайтылған В куб бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша А азайтылған В көбейтілген А квадрат қосылған АВ қосылған В квадратқа тең. Ал бөлшектің бөлімін өзгеріссіз жазамыз. А квадрат қосылған В квадрат деп. Енді жақшаның ішін біз
ықшамдап алдық. Енді амалды орындаймыз. Бөлу және көбейту амалдарын орындауымыз керек. Ең бірінші біз екінші жақшаның ішіндегі көбейту амалын орындап алайық. Төртінші қадамымызда екінші жақшаның бірінші жақшасында шыққан мына өрнекті жазамыз. Ықшамдаудан шыққан v квадрат қосылған a квадрат бөлеміз a квадрат көбейтілген v квадрат. Оған көбейтеміз. Екінші шыққан, үшінші қадамымыздағы шыққан ықшамдалған өрнекті жазамыз. a азайту v көбейтілген a квадрат қосылған av қосылған v квадрат бөлшектің бөлімінде a квадрат қосылған v квадрат тең. Көбейту кезінде бізде бөлшектер қысқарады. Бөлшектің алымындағы v квадрат a квадрат, бөлшектің бөліміндегі a квадрат v квадратпен қысқарады. Қалғанын жазып қоямыз. a азайту v көбейтілген a квадрат қосылған av қосылған v квадрат. Бөлшектің бөлімінде a квадрат көбейтілген v квадрат. Енді бесінші қадамымызда бөлу амалын орындаймыз. Бөлу амалын орындау үшін бірінші жақшадан шыққан ықшамдалған өрнекті жазайық. Бізде ол a квадрат қосылған v квадрат қосылған a көбейту v бөлшектің бөлімінде a. Осыны бөлуіміз керек. Екінші, төртінші қадамдағы шыққан өрнекке. Біз енді бірден жазып жіберейік. Бөлу амалымыз бізде бөлшектерді бөлу кезінде екінші бөлшек орындар алымы бөліміне, бөлімі алымына шығады, және де амалымыз кері амалға ауысады, яғни бөлу көбейтуге айналады. Сонда төртінші қадамдағы шыққан өрнегіміз a квадрат көбейтілген v квадрат бөлшектің алымына шығады, ал алымындағы тұрған өрнек бөлшектің бөліміне жазылады. a азайту v a квадрат қосылған av қосылған v квадрат. Енді көбейту кезінде бөлшектің алымындағы a квадраттың біреуі бірінші бөлшектің бөлімдегі a мен қысқарып кетеді. Мына жерде бір a қалады. Және бірінші бөлшектің алымындағы тұрған a квадрат қосылған b квадрат қосылған av, екінші бөлшектің бөлімдегі тұрған a квадрат қосылған av қосылған v квадрат екеуі ұқсайды, яғни қысқарып кетеді екеуі. Бұл жер бірге айналады. Бірге. Енді не қалды, соны жазамыз. Бірінші бөлшектің алымында бізде бір a қалды, және көбейту v квадрат. Бірінші бөлшектің алымындағы бірге көбейтіп жібергенде мынау a көбейту v квадрат өзі шығады. Енді бірінші бөлшектің бөлімінде бірді қалған өрнекке көбейтетін болсақ, a азайту v. Бұл жерде есептің жауабы a көбейту v квадрат бөлінген a азайту v. 17-ші есеп. X квадрат азайтылған 2x минус 15 бөлінген x квадрат қосылған 5x қосылған 6. Үлкен немесе тең 0 теңсіздігін шешіңіз. Ең бірінші біз бөлшектің алымындағы тұрған квадрат теңдеуді 0-ге теңестіріп алайық. X квадрат азайтылған 2x минус 15 тең 0. Бұл квадрат теңдеу келтірілген квадрат теңдеу деп аталады. Себебі x квадраттың алдындағы коэффициентіміз 1-ге тең. Ондай жағдайда біз бет теоремасын қолданамыз. Бет теоремасының формуласы x квадрат px қосылған q тең 0. X бірінші түбір мен екінші түбірдің қосындысы минус p-ға тең. X бірінші түбір мен екінші түбірдің көбейтіндісі q-ға тең. Енді жазамыз. x1 қосылған x2 бізде p-ның мәні есепте
2-ге тең. Формула бойынша минус, есепте минус, екеуі плюс болады. Енді көбейтіндісін алатын болсақ, Q-дің мәні 15-ге тең, таңбасы минус 15 болып келеді. Өйткені формулада плюс. Енді мына сұраққа жауап береміз. X1 мен X2 қандай сандардың қосындысы 2-ге тең болады? Ол минус 3 пен 5-тің қосындысы 2-ге тең болады. Яғни X1 деп отқанымыз бізде минус 3, ал X2 дегеніміз 5-ге тең деген сөз. Енді дәл осы екі санның көбейтіндісі бізде минус 15 формула бойынша. Енді жауабын жазатын болсақ, X1-іміз бізде минус 3, X2-нің мәні 5-ге тең. Квадрат теңдеудің түбірлерінің мәні минус 3 және 5 болды. Келесі, екінші бөлшектің бөлімдегі тұрған квадрат теңдеуіміз x квадрат қосылған 5x қосылған 6 нөлге тең деп аламыз. Бұл берілген квадрат теңдеудің да x квадраттың алдында коэффициент a 1-ге тең. Сондықтан бұны біз келтірілген квадрат теңдеу дейміз және де виет теоремасымен шығарамыз. X квадрат қосылған p, x қосылған q тең 0. X бірінші түбір мен екінші түбірдің қосындысы минус p. Формуланы жазып алайық. Бірінші түбір мен екінші түбірдің көбейтіндісі q. Енді есебімізге келетін болсақ, x1 қосылған x2 тең. P-ның мәні біздің есепте 5-ге тең. Формулада минус болғанда минус 5 болады. Бірінші түбір мен екінші түбірдің көбейтіндісі q-ға тең. Бұл біздің есепте 6-ға тең. Яғни оң таңба болғандықтан плюс 6 болып келеді. Енді мына сұраққа жауап береміз. x1 және x2 квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы. Қандай сандардың қосындысы минус 5-ге тең? Ол бізде минус 2 мен минус 3-тің екеуін қосатын болсақ, минус 5 болады. Енді x1-іміз біз жерде минус 2-ге тең, x2-іміз минус 3-ге тең деген сөз. Енді осы екеуінің көбейтіндісін алайық. Минус 2 көбейтілген минус 3, минус көбейтіліп плюс болады. Яғни екеуінің көбейтіндісі 6 шықты. Олай болса, осы берілген квадрат теңдеудің түбірлері минус 2 мен минус 3-ге тең. Енді осы берілген квадрат теңдеудің түбірлерін тауып алғаннан кейін сан осінде интервалдар әдісімен сызып жауабын жазамыз. Бізде минус 3 берілген және де минус 2 берілген, сосын 5 берілген. 5 болады. Енді интервалдар әдісіне салатын болсақ, бұл квадрат теңдеудің коэффициенттері, яғни алды x квадраттың алды оң сан болғандықтан біз мына жерде плюс жазамыз. Плюс, минус, мына жер плюс, мына жер плюс болады. Енді жауабын жазайық. Минус шексіздіктен минус 3-ге дейін бірігуі минус 3 пен минус 2 және бірігуі тікбұрыш жақшада 5 плюс шексіздікке дейін. 18-ші есеп. Альфа және бетта бұрыштары бірінші ширекке тиісті және синус альфа тең 13-тен 5, косинус бетта тең 5-тен 3 екені белгілі болса, онда синус альфа қосылған бетта өрнегінің мәнін табыңыз. Ең алдымен синус альфа қосылған бетта формуласын жазып алайық. Синус альфа көбейтілген косинус бетта қосылған косинус альфа көбейтілген
синус беттаға тең екені белгілі. Бірінші формула дейміз. Енді біз тригонометрияның негізгі тепе-теңдігінің формуласын синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең 1 екенін білеміз. Яғни екінші формула. Осы жерден біз косинус квадрат альфаны тауып аламыз. 1 минус синус квадрат альфаға тең. Квадраттан құтылу үшін теңдіктің оң жағын квадрат түбірге аламыз. 1 минус синус квадрат альфа тең 1 минус синус альфа 13-тен 5-ке тең. Осыны квадраттаймыз. Bir azaytılған 25 169 ортақ бөлім береміз. 169 169-дан 25 алғанда 144 169 бөлшектің бөлімін жазамыз. 144-тен квадрат түбірден 12 шығады, 169-дан 13 шығады. Енді синус беттаны табатын болсақ, квадрат бетта тең 1 минус косинус квадрат бетта. Квадраттан құтылу үшін теңдіктің екінші жағын түбірге аламыз. 1 азайтылған косинус квадрат бетта. Орнына әкеп қояйық. 1 минус косинус бетта 5-тен 3-ке тең. Осыны квадраттаймыз. Түбірдің астында 1 азайтылған 25-тен 9. Ортақ бөлім береміз. 9 25 ортақ бөлім. 25-тен 9 алғанда 16, бөлшектің бөлімінде 25, 16-тан 4 шығады, 25-тен 5 шығады. Енді алғашқы бірінші формулаға кеп мәндерін қоямыз. Синус альфа қосылған бетта өрнегі мәнін табу үшін бірінші синус альфаның мәні бізде есептің шартында 13-тен 5 берілген, көбейтілген. Косинус беттаның мәні 5-тен 3 есеп шартында берілген. Қосу формуладағы косинус альфа біз жаңа тауып алдық. 13-тен 12 және көбейтеміз. Синус беттаның мәні 5-тен 4. Бірінші өрнегімізде 5-пен 5 қысқарады. 13-тен 3 қосылған. Екінші өрнекте еш нәрсе қысқарылмайды, сондықтан бөлшектің алымын көбейтеміз, бөлімін көбейтеміз. Екі бөлшекті қосу үшін ортақ бөлімге келтіреміз. 65 болады. 65-ті 13-ке бөлсек 5-тен тер, 65-ті 65-ке бөлсек 1-тен тер. 5 жердегі 3-іміз 15, 48-ті 1-ге бөлсек 48. Алымын қосатын болсақ 63, бөлшектің бөлімінде 65. Есептің жауабы 65-тен 63. Номер 19 есеп. Y тең минус x квадрат плюс 3x плюс 4 функциясы берілген. А. Координата осьтерімен қиылысу нүктелерін анықтаңыз. Ол үшін берілген функцияны 0-ге теңестіріп аламыз. Минус x квадрат плюс 3x плюс 4 тең 0. Яғни берілген квадрат теңдеудің түбірлерін анықтаймыз. Дискриминант v квадрат 9 минус 4a минус 1 көбейту 4, 9 плюс 16 тең 25. 4 жерде минус 1, минус 4, мына жерде минус пен плюс болып кетеді. 4 жердегі 4, 16. Дискриминанттың мәні 0-ден үлкен. Бізде квадрат теңдеудің екі түбірі болады. x1 минус v плюс минус дискриминанты бөлінген 2a. x1 түбірі бізде минус 3
плюс 25-тен 5 шығады. 2 көбейту минус 1. 5-тен 3-ті азайтамыз 2, минус 2, минус 1, x1 түбірі. x2-ні анықтаймыз. Минус 3, минус 5, 2, минус 1. Формулаға салып жатырмыз. Минус 3, минус 5, минус 8 болады. 2 минус 1, минус 2 болады. Плюс 4 болады. Енді осының координата осьтермен қиылысу нүктелерін анықтау үшін бірінші біз OX осі бойынша зерттейміз. OX осі бойынша зерттеген кезде y-іміз 0-ге тең. Олай болса, координатасын жазатын болсақ, минус 1-де 0 болады. Яғни x1-іміз минус 1-ге тең, y-іміз 0-ге тең. Екінші жағдайда x2-іміз бізде 4 болды, y-іміз 0 болады. Яғни осы нүктелерде қиылысады. Енді y осі бойынша зерттейтін болсақ, x тең 0 деп аламыз. Бұл жерде 0 және 4 нүктелерінде қиылысады. Келесі b. Параболаның төбесінің координаталарын анықтаңыз. Ол үшін біз формула жазамыз. m тең минус b бөлінген 2 көбейтілген a. Орнына әкеп қоямыз. Минус v дегеніміз бізде 3-ге тең, 2 көбейтілген a дегеніміз минус 1-ге тең. Минус 3, минус 2, 2 теріс сан бөлінген кезде оң санға айналады, және де 3-ті 2-ге бөлсек 1,5 болады. Келесі формуламыз. n анықтаймыз. Ол am квадрат плюс bmc. Орнына әкеп қоямыз. a дегеніміз бізде минус 1. m дегеніміз 1,5 шықты қазір. Оның квадратын аламыз. Қосу b дегеніміз 3 бізде. m дегеніміз 1,5. s дегеніміз 4. Тең 6,25. Бұл жерде бізде m және n нүктелері берілген функцияның, яғни параболаның төбесінің координаталары болып табылады. Олай болса, біз жазып алайық. 6,25 x осінен іздейміз, ал 1,5-ті y осінен іздейміз. Яғни функцияның графигін саламыз. v. Осы нүктелерді пайдаланып. x, y осі 6,25 жауабымен мына бір жер деп алатын болсақ, ал 1,5 мына жер. Енді осы екі нүктені кездестіріп, біз параболаның төбесінің нүктесін анықтаймыз, және де параболаның тармағы төмен қарай сызылады. Себебі біздегі берілген бастапқыдағы функцияда x-тің алды минус болып тұр. Сондықтан біздегі параболаның тармағы төмен қарайды. Координаталар 6,125 және 1,5 параболаның төбесінің. Енді g тапсырмасын орындайтын болсақ, график арқылы функцияның өсу және кему аралықтарын анықтаңыз дейді. Суретке қарап, графикке қарап, минус шексіздіктен 1,5-ге дейін мынау аралықта бізде функциямыз өседі. Олай болса, жауабын былай жазамыз. Минус шексіздіктен 1,5-ге дейін өседі. Өсу аралығы. Ал 1,5-тен плюс шексіздікке қарай 1,5-тен плюс шексіздікке қарай кему. Суретте, яғни графикте байқап отырғанымыздай, біздің графигіміз төмен қарай кеміп келе жатыр. Мінекей есептің жауабы
минус x-тен плюс 1,5-ке дейін өсу аралығы, 1,5-тен плюс x-ке дейін кему аралығы. 20-шы есеп. Меншікті жылдамдығы 20 км сағат глиссер өзен ағысы бойымен 60 км жүзіп өтіп кері қайтты. Глиссер барлық жолға 6,125 сағат жұмсаса, өзен ағысының жылдамдығын табыңыз. Бізде мынаны өзен деп қарастырайық. Осы өзен ағысымен меншікті жылдамдығы 20 км сағат глиссер өзен ағысы бойымен 60 км жүзді. Яғни 60 км және қайтқан кезде де осы 60 км. Глиссер барлық жолға Т 6,125 сағат жұмсаған. Яғни мынау жылдамдық. Енді барады жылдамдық және осындай жылдамдықпен ол қайтады. Өзен ағысының жылдамдығын табуымыз керек. Өзен ағысының жылдамдығын табуымыз керек. Мынау меншікті жылдамдық. Шешуі. Бірінші, ағыспен жүзгенде. Ағыспен жүзгендегі жылдамдық бізде 20 км сағат. Қосу x деп аламыз. Ағыспен жүзгендегі жылдамдық. Ал ағысқа қарсы бізде ол азайту амалы 20 азайту x. Енді екінші v1 деп аламыз. Мынау v2 деп аламыз. Өзен ағысымен жүзгенде және соған кері қайтқан кездегі v2 жылдамдық. Ал енді біз жылдамдық, арақашықтық және уақытқа қатысты осы үш шамаға байланысты формуланы жақсы білеміз. V тең S бөлінген Т деген. Осы жерден біз Т-ны анықтайтын болсақ, S-ті V-ға бөлеміз. Сонда S деп отырғанымыз бізде 60 км орнына кеп қоямыз. V дегеніміз V1-ді алайық, 20 қосу x және 60-ты бөлеміз V2. V-ның орнына V2-ні қоямыз. 20 азайту x. Яғни барып және кері қайтқан кездегі екеуіне де жалпы жұмсаған уақыты 6,125 барлық жолға. Соған теңестіреміз. Енді осы өрнекті ортақ бөлімге келтіріп, біз мынадай өрнек аламыз. Толықтауыш көбейткіштер мына жерде 20 азайту x, мына жерде 20 қосу x, мына жерде 20 қосу x пен 20 азайту x. Ортақ бөлім. Теңдіктің екі жағына ортақ бөлім берілгендіктен бөлшектің бөлімдері түсіріліп жазылады. Тек алымын жазамыз. 60, 20 азайтылған x, қосылған 60 көбейтілген 20 қосылған x тең 6,125 көбейтілген 20 қосу x көбейту 20 азайту x. Бөлшектің бөлімін жазбаймыз. Енді жақшаны ашайық. 60-ты 20-ға көбейтсек 1200, 60x жеке-жеке көбейтіп жатырмыз мына жерде. Осылай. Мына жерде де дәл солай. 60-ты 20-ға көбейтеміз және 60-ты x-ке көбейтеміз. 1200 плюс 60x тең
мына жерде бізде 6,125-ті жазайық. Ал мынау тұрған бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. А квадрат минус Б квадратқа, яғни Аның орнында бізде 20-ның квадраты азайтылған X-тің квадраты. Енді 60X пен 60X азайтылып жоқ болып кетеді. 1200-ге 1200-ді қосатын болсақ 2400 тең 6,125, 20-ның квадраты және X-тің квадраты 400 X квадрат. Енді 400 азайтылған X квадрат теңдіктің үш жағында қала берсін. 2400 6,125-ке керама болып бөлінеді. 2400-ді мына жерде көбейтуіміз, мына жерде бөлу болады. 6,125-ке бөлеміз. Сонда 400 азайту X квадрат бөлген кезде бізде 384 шығады. Енді X квадратты табатын болсақ, 384 400 теріс сан болып өтеді. Минус X квадрат минус 16 минус 1-ге көбейтеміз. X квадрат плюс 16 болады. Енді мына квадраттан құтылу үшін біз теңдіктің екінші жағын түбірге аламыз. 16 түбір асты 16-тан бізде 4 шығады. Сонда 4-тің өзі жауабы өзен ағысының жылдамдығы 4 км сағат. 4 км сағат. Мына жерде тек оң таңбаны аламыз, плюс 4-ті. Өйткені жылдамдық теріс таңба болмайды, оң таңба болады. Сондықтан жауабы 4 км сағат. Оқушылар, егер де осы емтихан есептерін, талдау есептері ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Емтихандарыңызға сәттілік тілеймін.